Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз 16 желтоқсан тәуелсіздік күніне арнап іс-шараларға арналған осындай жабо немесе кейбір жерлерде брошка деп те атайды. Соның жасалу жолын үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ол үшін бізге қажетті заттар: атласный көк лента және оюлы репесный лента, әдемі түрлі стразалар, череуіш, қайшы, ыстық клей қажет болады. Ең алдымен атласный лентамызды өзімізге қажетті ұзындықта 2 штук бірдей етіп қиып дайындап алатын боламыз. Бұл бізде брошкамыздың ең төменгі жағы болады. Келесі, оюлы лентамызды 2 қабаттаймыз. Соны да қиып дайындап аламыз және қайтадан атласный лентаны сол размерден сәл кішірек қылып қиып дайындап алатын боламыз. Енді жоғарғы жағын көз мөлшерімен есептеп, оюлы лентамызды ұзын етіп, атласный лентамызды одан сәл кіші етіп, және қайтадан оюлы лентамызды одан да сәл кішірейтіп, 3 размерде қиып алатын боламыз. Енді барлығын құрастырып жабыстыратын боламыз. Ыстық клейдің көмегімен бірінші ең ұзын 2 атласный лентамызды бір-біріне осылай жабыстыратын боламыз. Және оюлы лентамызды бір-біріне қарама-қарсы жабыстырып, оны атласный лентамыздың үстіне жабыстыратын боламыз. Екінші жағында дәл осылай жабыстырамыз. Міне жабыстырдық. Сол кезде астындағы лентадан сәл кішірек болып осылай тұрады. Енді үшінші қиған лентамызды бір-біріне тағы да қабаттап жабыстырып, оны ыстық клей арқылы тағы да оюлы лентамыздың үстіне жабыстыратын боламыз. Сол кезде бізде 3 размердегі лентаны бір-бірінің үстіне жабыстыратын боламыз. Енді үстіңгі жағын өлшеп алған ленталарымызды бір-біріне қарама-қарсы жабыстырып, қақ ортасын тауып, оны да тағы да қақ ортасына жабыстырып аламыз. Міне ең ұзын оюлы лентамызды осылай жабыстырып алдық. Енді атласный лентамызды да бірінші екеуін ұшын біріктіріп, одан кейін ортасын тауып, оны да ыстық клейдің көмегімен оюлы лентамыздың үстіне жабыстыратын боламыз. Үшінші қайтадан оюлы лентамызды бір-біріне жабыстырып, дәл ортасын тауып, оны да ыстық клей арқылы жабыстырып, оны да атласный лентаның үстіне орналастыратын боламыз. Сол кезде бізде осындай бабочка шықты. Енді атласный лентаны кішкене қиып алып, қақ ортасын осылай жабатын боламыз. Артық жерін қиып алып тастаймыз. Енді осыны ыстық клей арқылы жаңағы лентамыздың үстіне орналастыратын боламыз. Міне бізде осындай әдемі брошка дайын болды. Енді ең төменгі бөлігін ұшын қиғаштап, әдемі етіп қиып алатын боламыз. Енді череуішті алып, кішкене лентамыздың көмегімен осылай ұстап, ыстық клейді тамызып, брошкамыздың артқы жағына орналастыратын боламыз. Дайын брошкаға арналған череуішті қолдансаңыздар да болады. Енді әдемі стразамызды алып, брошкамыздың қақ ортасына жабыстыратын боламыз. Енді лентамыздың ұшы сөгіліп кетпеу үшін зажигалканың көмегімен күйдіріп тастайтын боламыз. Сол кезде бізде осындай әдемі брошка дайын болды. Назарларыңызға көп рахмет. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазып қолдап қойыңыздар.